Сәлем тыңдарман. Сіздермен бірге мен, болашақ мұғалім Аружан және де информатика мұғаліміміз Райхан апай. Бүгін біз ерекше тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Жасанды интеллект дегеніміз не? Көпшілік үшін бұл тек қана робот немесе тек қана чат-бот болып саналады. Бірақ та оның нақты не екенін айтып кете аласыз ба? Жасанды интеллект ол адамның миын қабілеттерін модельдейтін жүйе. Қысқаша айтқанда, машинаның ойлау, шешім қабылдау, мүмкіндіктер қарастыру сияқты. Ал жасанды интеллекттің түрлері бар ма? Әрине, жасанды интеллектінің жалпы үш негізгі түрі бар. Ол бірінші тар шеңберлі жасанды интеллект, ол тек қана бір сұрақтың маңайында жауап бере алады сізге, бір тапсырманы ғана орындай алады деп айта аламыз. Екінші, ол бізде жалпы жасанды интеллект, яғни жалпы жасанды интеллект дегенде ол адамның интеллектуалды қабілетімен бірдей жұмыс жасайды. Яғни қазіргі таңдағы біз пайдаланып жүрген ChatGPT, Gemini сияқты жасанды интеллектілерді солған жатқыза аламыз. Үшінші кезеңі ол супер жасанды интеллект. Болашақтың интеллектісі ол әлі де алдағы уақытта әңгіме қозғайтын боламыз ол туралы. Бүгінгі таңда жалпы жасанды интеллектіні біз сабақтың барысында өздеріңіз көріп жүрсіздер, күнде оқушыларды топқа бөлуден бастап соңғы рефлексияға дейін пайдаланып отырмыз. Яғни жасанды интеллект біздің өмірімізге кәдімгідей кірді деп айта аламыз. Ал мұғалімдерге, яғни бізге, сізге оның көмегі қаншалықты? Мұғалімдерге жасанды интеллектінің тиімді жақтары өте көп. Қазіргі таңда мен осы, например, подкасттың жалпы құрылу жоспарының өзін мен осы жасанды интеллекттің көмегімен қарадым десем болады. Қарапайым, сіз ол жерде тек бүкіл жұмысыңыздың барлығын жасап алмайсыз, сізге ол бағыттаушы ретінде көмектеседі. Мысалы, мен осы студияның табудың өзінде де жасанды интеллектіге Ақтау қаласындағы маған подкаст түсіруге ыңғайлы студиялар тізімін және телефон нөмірлерін шығарып бер дегенде маған біршама тізімдер шығарып берді. Нақты кәдімгі жұмыс жасап тұрған осындай студиялардың өзін. Осы орайда жалпы жасанды интеллект бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды атап өтетін болсам, біздің облыстық көлемде жалпы колледж аралық семинарлар өтіп тұрады. Жасанды интеллектінің пайдалану жолдары бойынша жаңағы AR, VR технологияларын пайдалану, білім беру саласындағы сабақтың барысында қай жерлерде қандай платформалар пайдалану деген сияқты сол бағыттағы облыстық семинар практикумдарды жүргізіп жүрмін. Осы орайда әріптестеріме мынадай бір жасанды интеллектілерді айтып кеткім келеді. Оның ішінде Canva Magic Pro. Canvаны біз бұрыннан пайдаланып жүрміз. Сіздер де практикаға барған кездерде пайдаланып жүрсіздер ғой. Бірақ қазіргі таңда жасанды интеллектін қосып жатыр барлық бағдарламаларға. Яғни ол біз теріп отырмаймыз бұрынғыша. Өзіміз презентацияны әдемілеп дизайнын жасап та, ол бізге жасанды интеллектінің көмегімен жасап дайындап бере алады. Өзіңіз тек тақырыпты, жаңағы нақты описаниеңізді берсеңіз болды. Сонымен қатар Quizzes, Kahoot деген ойындарды да ойнап жүрміз. Оларға да жасанды интеллекті қазіргі кезде кіріктіріліп отыр. Жалпы барлық платформаларда жасанды интеллект бар. Ал енді барлығының көптен күткен сұрағы деп ойлаймын. Жасанды интеллект біздің болашағымызды, біздің орнымызды ала алады деп ойлайсыз ба? Бұл сұрағыңа қысқаша жауап берейін. Жоқ, бірақ толықтыра алады мұғалімді. Жасанды интеллект ешқашан эмпатияны, адамның эмоциялық күйзелісін, жаңағы қуануын, әртүрлі эмоцияларын сезіне алмайды. Онымен эмоционалдық байланысқа біз түсе алмаймыз. Ең бастысы біздің балаларымыз, оқушыларымыз мектеп қабырғасында алатын тәрбиелік мәнді ол жасанды интеллект бере алмайды. Ол тек құрал. Жасанды интеллектіні мысалға алып өтейік. Оқушы сіздің алдыңызда, сіз жоқсыз, жасанды интеллект сабақ беріп жатыр. Оқушы эмоционалдық, отбасылық күйзеліске ұшырап отыр. Сіз ойлайсыз ба, жасанды интеллект соған көмектеседі деп? Жоқ, әрине. Адамның құндылықтары ең бірінші орында тұрады ғой, солай емес пе? Яғни жасанды интеллект бұл адамның тек қана көмекшісі, мұғалімнің адамның тек қана көмекшісі ретінде болады ғой. Дәл солай. Ең бастысы маған жасанды интеллектінің ұнайтын жері ол, мысалы, мен 25 балаға сабақтың барысындағы өзгерістерге байланысты жекешелеп жаңа тапсырмалар беріп үлгермеу мүмкін. Ал жасанды интеллект 1 минуттың ішінде баланың деңгейіне қарай, жаңағы эмоционалдық сол кездегі жағдайына қарай тапсырманы жасап бере алады. Әңгімеміз тамаша болды. Бүгін сізге ой салынды және де сонымен қатар пайдалы болды деген сенімдеміз. Сау болыңыздар. Келесі әңгімемізде біз VR және де IA технологияларын қалай және қай салаларда қолдануға болатынын айтып өтетін боламыз.